Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге көпшілік алдында сөйлеу жайлы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздер білесіздер, жалпы көпшілік алдында сөйлеу, ол аудитория алдында өз ойыңды анық әрі әдемі, әсерлі жеткізе білу өнері. Яғни бізде шешендік өнер бар болса, яғни көпшілік алдында сөйлеу өнері де бар екен. Оған арнайы бізде дайындық қажет болады. Жалпы айтатын болсақ, бұл көпшілік алдында сөйлеу, ол білім саласында, ғылыми конференцияларда, немесе жай ғана күнделікті өмірде, тойға барған кезде, қонаққа барған кезде, сіз көпшілік жиындарға барған кезде көпшіліктің алдына шығып сізге сөйлеуге, яғни мүмкіндік туады. Сол кезде сіз өз ойыңызды анық, әрі әдемі, әсерлі, барлығына түсінікті етіп жеткізу үшін сізге дайындық қажет болады. Ал егер де сіз ешқандай дайындықсыз шығатын болсаңыз, онда көп қателесіп, өзіңіздің айтқыңыз келген ойды, яғни соңына дейін айтып шыға алмай қаласыз. Сол себепті де достар, сіздерге арнайы дайындық қажет болады. Ал қалай дайындалу керек, мен сіздерге айтатын боламын. Ең алдымен, жалпы көпшілік алдына шығар кезде сізге дайындық жасау қажет болады. Дайындық жасаған кезде, мысалы, сіз тойға баратын болсаңыз, ол қандай той? Немесе сіз ғылыми конференцияға баратын болсаңыз, сіз қандай тақырыпта өзіңіздің презентацияңызды қорғайсыз? Яғни осы тақырып аясында барлық мәліметтерді оқып шығуыңыз қажет болады. Және де алдын ала осы тақырыптарды айтатыныңызды жоспарлап алғаныңыз жөн болады. Мысалға, сіз үлкен, жер ғаламшары туралы презентация қорғайтын болсаңыз, онда жер ғаламшары туралы миллиондаған, миллиардтаған ақпараттар бар. Ал сізге керекті мәліметтерді болса, сіз тек қана өзіңіздің жалпы мәліметтеріңізді жоспарлаған кезде дайындық барысында жазып алсаңыз, өзіңізге қажетті, нақты деген мәліметтермен ғана бөлісе аласыздар. Немесе тойға барсаңыз да, сіз егер де оның қандай той екенін алдын ала білмесеңіз, үйлену тойы ма, қыз ұзату ма, немесе бесік той, тұсаукесер деген секілді, яғни сіз қандай той екенін анықтап, соған қарай өзіңіздің, мысалға, қандай туысқаныңыз, ол сіздің досыңыз ба, немесе туысқаныңыз болып келеді ма, сол себепті, мысалы, туысқаныңыз болса, оған ерекшелеу, өзіңіздің, яғни ыстық лебіздеріңізді білдіріп, әртүрлі өзіңіздің жылы тілектеріңізді білдірсеңіздер болады. 2 жас болса, мысалы, үйлену тойына болса, онда үйлену тойға арналған тілектерді айтасыздар. Ал бесік тойға болса, мысалы, басқа тілектерді айтасыздар. Сол сияқты, егер де сіздер өзіңіз қандай шараға бара жатсыз, сол шараға байланысты дайындығыңызды жасап алғаныңыз жөн болады. Сіздерде ең алдымен осы көпшілік алдына шыққан кезде кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлім деп өзіңіздің сөйлейтін сөзіңізді бөліп алу қажет екенсіздер. Себебі, мысалға, сіз бірден барып, жер ғаламшары домалақ екен, осындай деген сияқты өзіңіздің тек қана қорытынды сөздеріңізді айтатын болсаңыз, одан ары қарай сіздің негізгі бөліміңізді айтсаңыз да, немесе бастапқы бөлімін айтсаңыз да, сіздің адамдар, жұрт тыңдамайтын болады. Өйткені сіз ең алдымен қорытынды бөлімді айтып тастадыңыз, яғни қорытынды барлығына қызықты. Ал егер де сіз бірінші кезекте өзіңіз дайындық барысынан бастап, одан кейін негізгі бөлімге, яғни кіріспе бөлімнен бастап, одан кейін негізгі бөлімге, одан кейін қорытындыға өтетін болсаңыз, онда жұрт сізді ұйып тыңдайтын болатын еді. Яғни сіздің не айтып жатқандығыңызды, қорытынды қалай жасайды екен бұл кісі деп, сізді соңына дейін тыңдайды. Және де сізді соңына дейін тыңдауға көмектесетін ол сіздің дауыс ырғағыңыз. Сіздің дауыс ырғағыңыз біркелкі шығуы керек және қатты болуы керек, яғни өте қатты емес. Ол сіздің сөйлеп жатқан сөзіңіз барлығына түсінікті деңгейде болатындай, сіздің дауысыңыз қатты шыққаны жөн болады. Яғни көпшілік адамдар жиналған жерде, мысалға, сіз 10 адамның 20, 30, 40 немесе 100 адамның алдында өнер көрсетуге тура келсе, онда сіз микрофонмен кейде, мысалға, өзіңіздің сөйлеуіңізді айтып жатсаңыз да, өзіңіздің тақырыбыңызды қорғап жатсаңыз да, онда сіз өте ақырын сөйлегендіктен сізді жүздеген адамдар естімей қалуы мүмкін. Сол үшін де барынша қатты айтып, және түсінікті айтуға тырысыңыздар. Одан кейін дауысты сөздерді, дауысты дыбыстарды анық жеткізуге тырысыңыздар. Достар, ол
адамдармен, жалпы сізді тыңдайтын аудиториямен көзбен байланыс орнату. Жалпы кейбір мысалға адамдарды мен көремін, жалпы өзімде бұрын сондай болғам. Негізі мысалға ағай сабақ сұрап мектепте мен тақтаға шыққан кезде мен балалардың әлпетіне немесе мен тыңдап жатқан оқушыларға мен қарамайтынмын, басқа жаққа, яғни қарап, сол жаққа қарап мен өзімнің айтып жатқан сөзімді ұмытып қалмайын, немесе айтып жатқан өзімнің жаңылтпашымды, тақпағымды ұмытып қалмайын деп, тек қана бір жерге ғана қарап, ал басқалардың мені тыңдап жатқандығына мүлдем мән бермей, өзімнің сөйлеуімді жалғастыра беретінмін. Негізі бұл мүлдем дұрыс емес екен. Өйткені егер де сізді жалпы аудиторияның тыңдағанын қаласаңыз, онда сіз міндетті түрде өзіңіздің өлеңіңізді, сөйлеуіңізді жалғастырып жатып, сіз адамдардың көзіне бір қарап өтіңіз. Яғни сізді осы арада кім тыңдамай жатыр, сол адамдармен сіз көзбен байланыс орната аласыздар. Егер де мысалға сіз осылай көзбен қарап өткен кезде, ол кісілер сізге, яғни көзбен олар да сізге қарайды және басын изеп сізді ары қарай тыңдауға тырысады, немесе олар да жалпы сіздің сөйлеуіңіз қызықсыз болып жатқандығын сізге білдіру мүмкін көз арқылы. Сол мезетте сіз тақырыпты ауыстырып, басқа да қызықты мәліметтермен бөлісе аласыздар. Ал келесі кезекте ол көпшілік алдына шыққан кезде өзіңіздің дене қимылыңызға мән беріңіздер. Яғни сіздің дене қимылыңыз қалай қимылдап тұр. Мысалға сіз көптеген адамдарды мысал алатын болса, харизмасы бар адамдар, олар сөйлеп жатқан кезде өздерінің осылай қолдарымен немесе ишараларымен өздерінің айтып жатқан сөздерін сіздерге түсінікті етуге тырысады екен. Менде де мысалға мен бір нәрсе айтып жатқан кезде осылай қолымды қимылдатып, осылай сөйлейтін болсам, маған ол тақырыпты жеткізу оңайырақ болатын секілді. Және де басқа адамдарға да олар мысалға сіздің сөйлеп жатқан сөзіңізге мән бермесе де, олар сіздің қолыңызды қалай қимылдап жатқаныңызға, не үшін ол қимылдатып жатыр қолын, ол қолын қимылдатып қандай мәліметтермен бөлісіп жатыр деп оған қызықты болады екен. Бірақтан да сіз мен қолымды қимылдатуым керек екен, аяғымды қимылдатуым керек екен деп тоқтамай тез қимылдатуға болмайды. Яғни осы арқылы сіз адамдардың вниманиясын тек қана сіздің қолыңызға аударып алуыңыз да мүмкін. Тек қана өзіңіздің сөйлеуіңізге байланысты ақпараттарды бөліскен кезде, маңызды ақпараттарды айтқан кезде осылай ишарамен көрсетсеңіздер болады. Келесі мезетте бұл бізде көпшілік алдына шыққан кезде біз ескере бермейтін бір нәрсе, ол уақытты сақтау. Яғни сізге 30 минут берілсе, сіз өзіңіздің сөйлеуіңіздің, жалпы көпшілік алдына сөйлеуіңіздің уақытын жоспарлаған кезде тек қана 30 минутқа барлық ақпаратты сыйдыруыңыз керек. Егер де сіз айтатын ақпараттар 30 минут емес 40-50 минут, 1 сағатқа созылатын болса, онда сіз біріншіден жаңағы көпшілік алдына сөйлеуіңізге сізге рұқсат берген кісілердің өзінің жоспарын бұзасыз. Яғни олар жоспар бойынша сіз 30 минут қана сөйлеу керек едіңіз, ал сіз 1 сағат сөйлеп, олардың жоспарын бұзасыз, олардың көңіл күйін түсіресіз. Одан бөлек сіздің көпшілік аудитория ол сізді 30 минут қана тыңдаймыз деп келгендіктен, олар 1 сағат сізді тыңдай алмайды. Сізді тыңдаған жағдайда да ол 30 минуттан кейінгі айтқан ақпараттарыңызды олар миына сіңіре алмауы мүмкін. Сол себепті де егер де сіз 30 минут қана сөйлейтін болсаңыз, алдын ала сөйлейтін сөзіңіздің барлығын қағазға жазып, сол 30 минутқа сыйдыруыңыз қажет. Кезекте ол бізде толқуды басу. Толқуды басу ол бізде арнайы тыныс алу жаттығуларын жасаумен басылады. Мен сіздерге алдыңғы видеоларда айтып кеттім. Егер де сіздер диафрагмаға арналған жаттығуларда немесе тыныс алуға арналған жаттығуларда жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде көпшілік алдына шыққан кезде сөйлеу барысында еш қиналмай сөйлейтін боласыздар деп. Міндетті түрде егер көпшілік алдына шығатын болсаңыздар, онда сол видеолармен танысып шығуға кеңес беремін. Жалпы достар, негізі көпшілік алдынан сөйлеуге осыншама дайындық керек екен. Онда мен көпшілік алдынан сөйлемей-ақ қоя салайын деп, жалпы тост айтудан болсын, сахнаға шығудан болсын, қашып жүретін адамдар болады. Бірақтан да сіз егерде көпшілік алдына шықпай
шықпайтын болсаңыз, ең біріншіден өзіңіздің қорқынышыңызды жеңе алмайсыз. Ол сізде жыл өткен сайын қорқыныш болып қала береді. Осылайша сіз мүлдем өзіңіздің қорқынышыңызды жеңе алмайды екенсіз. Ал екінші кезекте ол бізде өзіміздің сенімділігімізді арттыру. Егер де сіз өзіңіздің қорқынышыңызды жеңбесеңіз, онда сіздің сенімділігіңіз де уақыт өткен сайын төменге түсіп бара береді. Ал егер де сіз қорқынышыңызды жеңіп, көпшілік алдына шығып, қателіктер жіберсеңіз де, бірақ одан кейінгі келесіде дайындықпен шығамын деп өзіңізге уәде беріп, жақсы дайындалсаңыз, онда сіздің сенімділігіңіз артатын болады. Жалпы көшбасшылық қарым-қатынас сізде дамиды, және де ойыңызды таза әрі анық жеткізе аласыздар. Жалпы негізі көпшілік алдынан сөйлеу бұл дағды, бірақ оны біз кез келгеніміз меңгере алмаймыз. Ол тек қана тәжірибе арқылы келеді, достар. Осыны ұмытпайық. Егер де сіз мен бір дестен шыққаннан мықты дайындалып барып көпшілік алдына шығатын болсам, онда мен ешқандай қатесіз, өте керемет өзімнің жалпы айтқым келген ойымды жеткізіп шығамын деп қателік. Өйткені сіз бір рет шыққаннан қателік міндетті түрде жібересіз. Екінші рет шыққанда да ол қателік болады, және үшінші, төртіншіден ары қарай сіздің қателіктеріңіз азайып, сіз жалпы өзіңіздің сенімділігіңізді арттырған кейде жақсы нәтижеге жете аласыздар. Және де көпшілік алдына шығу үшін міндетті түрде дайындық қажет. Дайындалмай ешқандай нәрсені жасауға болмайды. Мен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.